болған сайын оның төңірегіндегі дауда толастар емес. Әсіресе Төреғалидың әкесі, әрі продюсері Төрәлі Төлеповтің мына бір мәлімдемесі Баян Есентаеваның қатты ашу-ызасын туғызды. Ерге 7-8 жыл болған, сахнада жүрген осы уақытқа дейін Айша бейіммен таныдық, біреулер мүлдем таныған жоқпыз деген құлағым естіп, көзім көрді. Өйткені біз халықты араладық. Енді танывадым Төреғалидың шыққасын. Жаңадан әнші шықты өнерде болды. Осыдан кейін продюсер Баян Есентаева Төреғали туралы пікірін қарша боратты. Айтуынша, бүгінде сұранысқа ие мега жұлдыз қаржы мәселесінде уәдесінде тұрмаған. Қос әншінің бағын ашып, жұлдызын жаққан, алу әнімен гастрольдік сапарға бірге шыққан әнші Ерке Есмаханға соңғы қаламақысын төлемей қойды дейді Баян. Поскольку у нас на рынке поет не один певец, его сын, и работает не один продюсер, его отец. Нас много, мы растем, мы развиваемся, мы тоже работаем. И высказываться так в адрес своих коллег, ну, как по меньшей мере не интеллигентно, не уважительно и не культурно. Осылайша сыйластықпен басталған өнер жолындағы дуэттің басы бір қазанға сыймай тұр.